Бүгін мен тригиминальды невралгия деп аталатын бір ауыр жағдай туралы сөйлесемін. Ол суицид ауруы деп те аталады. Себебі ауырсыну соншалықты қатты, науқас. Олар суицид жасауға бейім болады. Оны емдеудің әртүрлі нұсқалары бар. Бірінші, емдеу. Ауызша дәрі-дәрмектермен консервативті болады. Егер бұл мүмкін болмаса, немесе ауырсыну басылмаса, онда біз хирургияға дейін радиожиілік абляциясына көшеміз. Радиожиілік абляциясы өте минималды инвазивті техника болып табылады. Ол күндізгі процедура ретінде жасалады. Онда біз ауыздың бүйірінен тригиминальды невке дейін бір инені енгіземіз. Ол ауырсынуды тудырады. Біз не істейміз? Ол жоғары температурада радиожиілікті қолданып нервті абляциялау. Бұл ауырсынуды айтарлықтай азайтады. Бұл емдеудің табыстылығы өте жоғары және ол минималды инвазивті техника болып табылады. Біз Аполло Джаянагарда бұл техниканы өте жиі қолданамыз.